мүштөгін бүйтіп күл салғышқа тоқ еткізіп жатыр. Бұл енді түптеп келген кезде менің аузыма қазір сөз түспей отыр, ішкі мәдениетіміздің көрінісі ғой. Олар байқады ма, байқамады ма білмеймін, бірақ сен 4 қателік жібердің дейді. Ал керек болса. Халық қаһарманы атағы берілсе, оны отбасы, ұрпағы білмей қалуы мүмкін емес қой. Ата егемен Қазақстанның ордені тұрмақ, медалі тұрмақ, атағы тұрмақ, бір жапырақ қағазында алған жоқ. Президент бердім деп отыр. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Бірде Баукеңнің бір қонақтарын шақырған кезде басты өзіңіз алып шығыпсыз. Дастархан мәзіріндегі бастың қасиеті, құрметі жайында ой айтам деп, сіз атаңыздың сізге жасаған 3 па 4 па қатесін, Иә. менің де саған қатем деп мойындап, соны есіңізге түсіресіз? Ата өзінің бір 3-4 тең тұстарын шақырып қонақ етті. Тікемнен тік жүріп күтіп атырым, барлығы дұрыс болса екен деп. Бір кезде енді бәрін өзім дайындап жүргеннен кейін дастарханға да басты өзім көтеріп келіппін ғой. Білетін едім, бірақ қалай ұмытқанымды білмеймін. Кейін қонақтар кеткеннен кейін енді өзіміз отырып шай ішіп сөйткенде қарасам, атам мүштөгін бүйтіп күл салғышқа тоқ еткізіп жатыр. Мен білдім, бір тықырдың маған таянған, өйткені анау мүштектің тоқылдаған ол жай емес. Содан кейін бір уақытысында айтты, балам деді, дастарханың толымды болды. Қарияларға барлығы ұнады. Әсіресе сенің құйған әсібің, ойпырмай мынау көптен бері ұмытылған тамақ қой деп сөйтіп жеді. Олар байқады ма, байқамады ма білмеймін, бірақ сен 4 қателік жібердің деді. Ал керек болса. Ана мақтап тұрып жерге бірақ лақтырғандай болды да, ана самаурынның құлағына кіріп кете жаздадым. Содан кейін айтты, балам деді, есі дұрыс қазақтың әйелі. Бас иесі бар, бас иесі тірі, есі дұрыс қазақтың әйелі, бас көтермейді деді. Көрдің ба қандай? Бұл жерде үлкен этика, жаңағы отағасын сыйлау, ер азаматты ардақтау жатыр. Екінші деді, басты сен шүйдесімен алып кеп қойдың деді. Қой артқа жүрмейді, алға жүреді. Сонда мен ана тұмсық жағымен алып кіру, әкелуім керек екен. Көрдіңіз ба? Үшінші деді, басты қасқаламапсың деді. Қасқаламапсың деді. Кейбіреу түсінбейді, мынау не крес деп айтады дейді. Ол крес емес. Ол крес емес дейді. Мына 4 құбылаң тең болсын, маңдайың ашық болсын деген сөз дейді. Көрдің ба? 4 құбылаң тең болсын, маңдайың ашық болсын деп, мына бүйтіп құйқан кесіп кеп қалғанда, мынау бүйтіп аппақ болып ашылады. Вот көрдің ба? Ал енді содан кейін ең үлкен қателігім, қойдың тісін қақпай әкеліппін. Соны айтты, қой күйсейтін мал деді, ол шөп жейді. Ана тістің түбінде неше түрлі нәрсе қалып қояды. Бұл біріншіден тазалық деді. Тазалық. Тісті қағып, әдемілеп жуып. Кейбір жақтарда қақпайды екен, бірақ тісті қағу керек екен. Екінші деді, қазір ұмытылған, бірақ бұрын мынандай, осы тіске байланысты мынандай қазақта өзінің бір ыммен, ишарамен көрсететұғын әңгімесі болған. Мысалы, мен айтайық, біреуге ренжісем, бірақ соны айта алмай жүрсем, ішімде қыжыл қалса, жаңағы адам келгенде мен қойдың тісін қақпай алдына бас қояды екен. Тісім бар жала. Иә. Сонда ана ойпырмай, мынау маған тісім басып жүр екен ғой, бір реніші бар екен ғой. Мына білейінші деп, көрдің бе, ешқандай ұрысталассыз сол арқылақ біледі екен. Мінекей өстіп, ата менің 4 кемшілігімді бетіме басып, түсіндірді. Иә, мен содан бері қарай осы өзімнен кейінгілерге мынаны айтып келе жатыр. Сіз Баукең туралы, қайнатаңыз туралы өте көп айтасыз, әлде жазам деп отырсыз. Сол әкесінің көлеңкесінде сіздің жарыңыз қалықпалдау деп ойламайсыз ба? Енді олай болуы да мүмкін. Мысал үшін атаның айтқан сөзі бар.
маған атақты болу, саған баласы болу жазылған. Бұған екеумізге де көнуге тура келеді. Шынында да. Кездесулерде жиі болатыныңызды білем. Анда шақырат, мында шақырат. Сонда есіңізде қалған, қазір сұрақта соқтады. Есіңізде қалған бір сізді толғандырған, таңғалдырған, ойландырған сұрақ болды ма? Ой, болғанда қандай. Менің жанымды қинап та жүрген, осы шаншудай қадалып жүрген бір мәселе, атаны, халық қаһарманы атағын алды, алмады деген мәселе алдымнан шығады. Атаның халық қаһарманы, Қазақстанның халық қаһарманы атағын алған жоқ деп айтатынмын. Алмағаны рас. Ресми түрде солай. Ресми түрде алмағаны рас. Өйткені еш жерде ешқандай жарлық та болған жоқ. Білдіңіз бе? Ешқандай жарлық та болған жоқ. Содан кейін наградаға байланысты заң бойынша ол отбасына тапсырылуы керек. Мысалы, ата Совет одағының батыр атағын алғанда 90-шы жылы елбасымыз соны Бақытжанға тапсырды. Мінекей қазір біз сол қазақтікі ғой, ол сол жұлдызды сақтап отырмыз. Ал енді халық қаһарманы атағы берілсе, оны отбасы, ұрпағы білмей қалуы мүмкін емес қой. Өкінішке орай, кімнің қалай жазғанын білмеймін, бұл энциклопедияға жазылып кеткен. Енді ол аз деген... Атағы бар деп. Иә, ол аз дегендей, президенттің тәуелсіздік иірімдері ма, сондай кітабының 40-шы бетінде, ең бірінші болып Ататүрік президент өзі айтады, бердім дейді. Менің білетінім, бірінші номерлі ол орденді Сағадат Нұрмағамбетов алған. Ол тек тарихи нәрсе. Ал мына жерде Ататүрік. Атадан кейін Сағадат Нұрмағамбетов, одан кейін Қасым Қайсенов, кім Рахымжан Қошқарбаев солай кетеді. Көрдіңіз ба? Ал енді осы жерге келгенде тіпті менің бір жағынан тілім байланып қалды. Өйткені кітабында жаңағы бердім деп бақырайып тұр, ал мен айтам алған жоқ деймін. Сонда ойлап қарашы, қарапайым халық кімге сенеді? Президенттің кітабына сене ме, жоқ маған сене ме? Ал менікі шындық. Енді осыны қалай деп? Осыны анықтап беріңіздерші деп президент аппаратына Ержан мұрагер ретінде хат жазды. Жалғыз сөйлем жазылған жауап келді. Жалғыз сөйлем. Оның өзі қате жазылған қазақша. Жаңағы айтады, сіздің арызыңызды дейді, Құдай-ау арыз жазбадық, біз тек түсініктеме сұрадық, сіздің арызыңызды спорт және мәдениет министрлігіне жібердік дейді. Мен осы жерде бар ғой, енді не жыларымды, не күлерімді білмедім. Өйткені ол елбасын, мемлекет басшысының құзырындағы нәрсе ғой. Ол соның жарлығымен берілетін атақ. Олай болатын болса, бұның спорт министрлігіне не қатысы бар? Не қатысы бар? Содан жарайды, оны да күтейік дедік. Жаңағы министрліктен хат келді. Алдыменен жарты бет президенттің кітабы туралы айтады. Біз президенттің кітабы туралы сұрағанымыз жоқ, өзіміздегі сауатты адамбыз ғой, оқып аламыз. Сөйтіп келеді да, атаны енді ел сондай қадірлейді, ол кісі батыр, солай деп көпшік қояды айтады. Бұл кісіге дейді мемлекет тарапынан және көпшілік тарапынан атақтар мен наградалар берілген дейді. Мен бұнысын тағы түсінбедім. Сөйтеді да соңында былай дейді. Бұл атақ дейді, қаһарман деген, халық қаһарман деген, бұл ресми емес атақ дейді. Сонда не болды бұл? Біріншіден, ата егемен Қазақстанның ордені тұрмақ, медалі тұрмақ, атағы тұрмақ, бір жапырақ қағазында алған жоқ. Солай ма? Солай. Біз егемендік алғалы 30 жыл болды, атаға ешқандай ондай нәрсе берілген жоқ. Бұл өтірік сөз. Келсе ол отбасына алады ғой. Екіншіден, көпшілік тарапынан деп отырғаны, ол көпшілік қоғамдық ұйымдар өздерінің күштерімен төс белгілерді жасап таратып жүр. Ол соны айтады. Енді бір таңғаларлық нәрсе. Президент бердім деп отыр. Ал министрліктер айтады, ресми емес атақ дейді. Сонда олар президенттің кітабын оқымаған ба? Мен газетке президенттің сөзін де бердім. Бәрін.
менің сөзім жалған болмасын деп барлығын бердім. Бұл енді түптеп келген кезде менің аузыма қазір сөз түспей отыр, ішкі мәдениетіміздің көрінісі ғой. Ол ата тек қана біздің шаңырақтың адамы емес қой. Әрине, Ол бүкіл иісі қазаққа ортақ тұлға ғой. Әрқайсысы біздің бәукем деп айтады ғой, менің атам деп айтуға қақысы бар ғой. Олай болатын болса, бұған бейжай қарауға болмайды, мені ғана шырылдатып қоймай. Осы айтқаныңыздың соңында менің де фамилиям тұр деп есептеңіз. Иә. Сіз қолыңызды жүрегіңіздің үстіне қойып шындығыңызды айтыңызшы. Айтып жүрсіз ғой. Бірақ атаның қаһарына ілінбеген адам жоқ. Қаһарын көп көрдіңіз бе? Иә. Мына былай дейді ғой, әлгі басында бұлағы бар өзен ұзақ ағады дейді. Мен уызыма жарған адаммын. Өйткені менің шешем, анам марқұм, өзі өмірден өткенше қазақтың салт дәстүрін үкісін қисайтпай ұстаған адам еді. Мен өзі 10 құрсақ көтерген кісі, 9 ұл, 1 қыз туған. Мен жалғыз болған ма? Бірақ өзі айтады, Құдайдан тілеп алдым деп. Бірақ соған қарамай, ой албасты, жалғыз болсаң өзің жалғызсың, қылығың жалғыз бола ма? Ертеңгі күні барған жеріңде маған сөз келтірейін деп бедің деп жанымды шығарып, мысалы, мен 6-7 жасымда шашақ түйетінмін. 8-9 жасымда мына нанды дөңгелек қылып жаятынмын. Сондықтан мына қыз баланы ерте бастан келін болуға дайындау керек қой. Ол бәрібір қыз әке үйінің оң жағында қанша еркелегенменен, қанша әке үйінің қызын көргенменен, ол бәрібір кетеді ғой. Бидайдың барар жері тиермен. Бір босаған аттап келін атанады. Білдің ба? Ал енді сол қыз баланың тәрбиесінің қандай болғаны келін болып барғанда көрінеді. Әке шешенің еңбегі, әрбірінген туған туысқан ауылыңның еңбегі ана келін болып барған жерде көрінеді. Мен бірте-бірте атаның қас қабағының қалай қарай қозғалғанда мінезі қалай өзгеретінін, мұрты тікірегенде не болады, қасы үрпигенде не болады, осының барлығын бақылап жүріп, атаның бабын табуға тырыстым. Ақыр аяғында ата көп мақтамайтын, өте сирек. Мысалы үшін, енді осы үйдің майлық сұлуғы сенсің ғой деген сөздің өзі мен үшін сұмдық бір не болмаса, тағы бір ретте осы сен үндемей жүріп жүзіктің көзінен өтіп кетесің деді. Ол маған бар ғой, білесің бе, анау өкіметтің жарлықпен беретін орден медалдарынан артық болды. Әлгі тау басында тұрса құмырсқаға да қанат бітеді дейді ғой. Ойбай ау, атаның қасында жүріп, атаның бір ауыз мақтауын есту деген қалай саған қанат бітірмейді?